Сәлем барлықтарыңызға. Бұл жент тағамы. Жент тағамы қазақтың шай дастарханына қойылатын ұлттық тағам. Бұл тағам қыста қатпайтын, жазда бұзылмайтын тәтті тағам. Бұның негізгі құрамы талқан мен сары майдан тұрады. Осыны бүгін біздер жасап көретін боламыз. Оған керекті заттар: 500 грамм талқан, уатылған түрін аламыз, және 200 грамм сары май, 100 граммдай мүйіз изюм керек болады, 2 қасық қант керек, және 1 ас қасықпен бал керек. Мына жерде видеода түспей қалған 3 ас қасық сгущенка қажет болады. Ең алдымен сары майды ертіп аламыз жай отта. Бізге үлкендеу ыдыс қажет болады. Сол үлкен ыдысқа талқанымызды саламыз. Араластырғанда ыңғайлы болу үшін осындай үлкен ыдыс болған жақсы. Содан соң қантымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Содан соң 100 грамм мүйізімізді үлкендеу болса турап талқанмен бірге араластырамыз. Алдымен біздер құрғақ ингредиенттерді араластырып алдық. Содан соң 1 қасық балымызды қосамыз. Еріген сары майымызды қосамыз. Жақсылап біріккенше араластырамыз. Міне араластырып болдық барлығын. Енді дайын болған жентті үйлеріңізде осындай арнайы формалар болса, сол формаларға жентті саламыз. Формаға жентті тығыздап саламыз. Ол бірігіп жақсы формасын сақтап тұру үшін осы формадағы жентті холодильникке 1 сағат сала тұрамыз. Тағы бір түрін жасаймыз. Женттің кішкентай бөлігін алып, қолымызбен қысып, құрт жасаған сияқты пішін жасаймыз.
Міне 1 сағаттай жентіміз холодильникте қатып тұрды. Енді осы женттерді формадан шығарамыз. Міне барлығы пішінін сақтаған, формадан оңай тез алынып жатыр. Міне өз қолымызбен жасаған жентіміз дайын болды. Өте тартымды, әдемі, күшті болған. Қазір дәмін көретін боламыз. Міне жентті қолмен ұстап көргенде пішіні жақсы сақталған, ешқандай үгітіліп жатырған жоқ. Дәмі өте ерекше, күшті болған. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай.